Сәлем достар, мен сіздерге бүгін мексикандық тағам quesadilla'ды үйретемін. Ол үшін бізге тауық еті, сарымсақ, пияз, ірімшік және болгар бұрыш керек болады. Тортильяға, яғни қамырына бізге ұн, қопсытқыш және тұз қажет етеді. 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық қопсытқышты қосып, осылай жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 50 грамм сұйық майымызды, күнбағыс майын құямыз. Одан кейін жылы суымызды құямыз. Жақсылап тұрып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз орташа жұмсақ болу керек. Осылай бөлшектерге бөліп алып, оқтаумен жаямыз. Қалыңдығы видеодағыдай болу керек. Одан кейін қызып тұрған майымызға екі жағын осылай сарғыш қып пісіріп аламыз. Quesadilla'мызды пісіріп болғаннан кейін осылай начинкасын тураймыз. Тауық етін осылай 4 бұрышты қып турайсыздар. Сарымсақты да осылай 4 бұрышты қып жіңішке қып турайсыздар. Пиязды да осылай және болгар бұрысын да осылай 4 бұрышты қып турап аламыз. Одан қызып тұрған майымызға тауық етімізді саламыз. Жақсылап тұрып қуырамыз қызарғанша. Одан кейін кезек начинкамызға қара бұрышты, паприканы, дәміне қарай тұзыңызды қосып алып, артынан кезекпен пиязымызды, сарымсағымызды және болгар қызыл бұрышымызды араластырып жақсылап пісіріп аламыз. Мен начинкамызда тортилья, яғни қамырымызда дайын. Ірімшігімізді теркадан өткізіп аламыз. Қызып тұрған майға жай отты басып, осылай тортильямызды қойып, начинканы салып болғаннан кейін үстіне ірімшікті саламыз да, ірімшігіміз ери бастағанда екінші бетін жауып, дәл видеодағыдай жасайсыздар. Ірімшігіміз әбден ергенше пісіріп аламыз. Жай отқа пісіресіздер. Осылай quesadilla'мыз дайын болады. Дәл видеодағыдай екі жағын ауыстырып шығасыздар. Себебі ішінде тұрған ірімшігіміз еруі керек. Осымен quesadilla'мыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Өте керемет дәмді тағам, өзіме ұнайды.